Сәлем достар, бүгін біз 29-шы аптаның жүктілігі туралы айтатын боламыз. 29-шы аптада ел адамда, балада қандай өзгерістер болады, иә? Достар, ақпаратты тыңдамас бұрын арнама жазып алыңыздар. Ақпарат пайдалы болса бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі сіздер үшін шынында да пайдалы ақпараттар болады. Арнама жазып алсаңыздар, арнамда бала дамуына байланысты, жүктілікке қатысты, жеңіл босануға байланысты түрлі ақпараттар бар. Сол себепті арнама жазылуды ұмытпаңыздар, және де кіріп қараңыздар. Бұл аптада әйелде белінің ауырсынуы басталуы мүмкін. Белінің ауырсынуы ол 29-шы апта ғой, кішкене белге салмақ түсе бастайды. Осы 28, 29, 30 аптада әйелдер декретке шыға бастайды дедік, егер жұмыс істейтін әйел болса. Себебі әйел қатты шаршаңқылық қыса бастайды, осы кезде қатты шаршай бастайсыз, салмақ белге түсе бастайды, болмаса жаңағы жамбасыңызға, аяғыңызға түсе бастайды. Осы кезде көп әйелдерде варикоз болуы мүмкін. Оның бәрі жаңағы аяқтың тамырларының кеңеюімен, жаңағы жамбастың кеңеюімен байланысты болады. Жамбас кеңейе бастайды, яғни соны сезіне бастайсыз. Жүргенде, тұрғанда бір жамбасыңыз бір түрлі бір үлкейіп жатқан секілді ма, сондай бола бастайды. Одан кейін енді көп шаршаңқылық, көп ұйқы қысуы мүмкін. Сол кезде демалып, ұйықтап, кішкене жатып алғаныңыз дұрыс болады, бір бүйіріңізден. Беліңізге массаж жасап деген секілді, беліңіз ауырып жатса. Әйел адамда осындай жағдайлар орын алуы мүмкін. Сонымен қатар соңғы кездегі жаңағы кештетіп келетін токсикоз қысуы мүмкін әйел адамды. Яғни ол бірінші триместрдегі секілді токсикоздар болуы мүмкін, бірақ бұл токсикоз болатын болса, бұл кішкене қиындау өтуі мүмкін, қайта-қайта лоқсып, кішкене ауырсынып, сондай болуы мүмкін. Токсикоз бар әйелдерде осындай жайттар орын алады. Сонымен қатар жаңағы зәрден ақуыз бөлінуі, зәрдің дұрыс болмауы да мүмкін бұл кезде. Зәрдің ақуыз бөлінуі деген мәселелер болуы мүмкін. Осындай бір жағдайлар болуы мүмкін осы кезде 29-шы аптада. Сол себепті күтуіңізге тура келеді. Және де босануға дайындала берген дұрыс. 29-шы апта дайындап қалды. Осы қайдың курстарға бармасаңыз, босану туралы курстарға барсаңыз болады, болса менің арнама кіріп, қалай жеңіл босануға болатынын көріп алсаңыздар болады. Сонда барлығы айтылған, көрсетілген. Ссылкаларын әрине мен төменде тастап кетем. Соған қарап алдын ала дайындалуыңыз керек. Не үшін алдын ала дайындалуыңыз керек? Себебі өте аз уақыт қалды. Сіз қай аптада мысалы туға шешімді әйел адам қабылдайды дедік қой. Қай аптада туатыныңыз белгісіз. Дегенмен де іштей осындай уақытта болады, Құдайым осындай уақытта болса екен деп ниеттеніп тілеп жүрсеңіз, сол нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да қай аптада босануыңызды өзіңіз іштей білсеңіз де, енді 39-40 аптада босанады көбіне көп. Бірақ ерте туып қалған жағдайда 29-шы аптада ол кезде бала болып кетуі мүмкін, яғни бала жаңағы аман қалады деген сөз, былайша айтқанда. Құдай сақтасын, ол кезде баланың салмағы 1200 граммдай болады, бойы 36 сантиметрде болады. Балада жаңға түктер, егер бала іште жатса, түктер азая бастайды, майлары азая бастайды, тек қана майы қатпарланып тұратын жерлерге жинала бастайды. Ол кезде шелмайы жинала бастайды. Баланың миы, нейрондық системалар дами бастайды балада. Сондықтан бұл аптада маңызды аптаға саналады. Баланың жүйке жүйесі дамып жатқандықтан маңызды апталарға саналады. Бұл аптада бала күннен күнге өскендіктен оған жатыр тарлық қылады. Бұл кезде бала алдындағыдай қатты қалқып жүрмейтін болады, яғни қатты көп қозғалмауы мүмкін. Қозғалады, бірақ жатыр тарлық қылғандықтан ол жаңағы жай қозғалуы мүмкін. Бұл кезде бала басымен төмен қарай орналасады, яғни бас төменде тұрады, жатырын төменде тұрады, жатыр жақта төменде тұрады. Басымен бала төмен келіп, жаңағы жатырға төмен қарай орналасуы мүмкін. Оны УЗИстер көреді, сол кезде баланың басы төмен қарау керек.
осы аптада. Бала солай туылатын болғандықтан төмен қарап жату қажет болады. Достар, сіздерге бар беретін ақпаратым осы. Мен ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Арнама тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты әрі пайдалы ақпараттар болады. Көргендеріңізге рахмет.